елдің үшін атырған таңдарың үшін Қазақ биі шаршу. Қошеметтеріңіз. Армысыздар, қадірлі ұстаздар, ардақты қонақтар. Білім беруді жаңғырту орталығының ұйымдастыруымен ең үздік тәрбие жұмысының орынбасары және ең үздік вожат атты қалалық байқаудың жеңімпаздарын марапаттау кешіне қош келдіңіздер. Әлдилеген шуақтарман жатталсын есімдер жан жүректе, адамның аяулы әні сияқталған. Добрый день, дорогие друзья, коллеги, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на награждении городского конкурса «Ең үздік тәрбие жұмысының орынбасары» және «Ең үздік вожатый». Ұстаз, жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадына жақсы сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын алғарда аңғарымпаз ақыл иесі, мейлінше шешен өнер білімге құштар болуы керек. Педагог. Только ему дано заглянуть в завтрашний день глазами своих учеников, открыть дверь в необыкновенную и полную загадок страну, научить размышлять над вечными тайнами природы, искорками сердечного огня, зажечь своих воспитанников. Ұйымдастырылып отырған бұл конкурсқа Нұр-Сұлтан қаласының білім беру ұйымдары директорының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарларынан 16 өтінім келіп түсті. Бірінші кезеңде тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарының өміріне бір күн атты бейнероликті ереже талабына сәйкес паш етіп, ең үздік 15 сайыскеріміз екінші кезеңге жолдама алды. Құрметті көрермендер, байқау қатысушылары, ең үздік тәрбие жұмысының орынбасары байқауының қазылар алқасы құрамымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Сақтағанов Балабек Кеніштайұлы, Ыбырай Алтынсарин ұлттық білім академиясының ғылыми қызметкері, PhD психология ғылымдарының кандидаты, профессор. Және дирижерлау кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты. Сонымен қатар Калтаева Гүлшат Зайытқызы, Нұр-Сұлтан қаласы номер 84-ші мектеп-лицейінің тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары. Карибеков Нұрперсен Жанабайұлы, Астанадарына дарындылықты дамыту және психологиялық сүйемелдеу орталығының қабілет кәсіби бағдарлау қызмет бөлімінің басшысы. Қаржының Бақшаны Рахымғалиұлы, Нұр-Сұлтан қаласының продюсері. Жұмакүлбаева Жадыра Серікбекқызы, Нұр-Сұлтан қаласы Қазақ радиолар серіктестігінің бас директорының кеңесшісі, болашақ түлегі.
Нұрсұлтан қаласының білім беру ұйымдары мектеп вожатыларынан 15 өтінім келіп түсті. Бірінші кезеңде вожаты мамандығы баш етіп, осылайша қазір алқасының шешуімен үздік 15 сайыскеріміз екінші кезеңге жолдама алды. Құрметті көрермендер, байқау қатысушылары, ең үздік вожатый байқауының қазылар алқасы құрамымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Сүлейменова Мадина Ташшанқызы, Нұр-Сұлтан қаласы білім басқармасы, қосымша білім беру және жасөспірімдерді әлеуметтендіру бөлімінің бас маманы. Әрбілбесен Гүлнар Болатовна, Қазақ ұлттық өнер университетінің хор дирижерлау кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі. Жұмакүлбаева Жадыра Серікбекқызы, Қазақ радиолары серіктестігінің бас директорының кеңесшісі, болашақ. Слово предоставляется замдиректору Центра педагогического образования Давешева Сандар Муратовне. Біздің жарысқа қатысушылар, құрметті әділқазы мүшелері, барлықтарыңызға үлкен алғыс білдіреміз. Ең біріншіден осы жарысқа қатысушыларға және де осы жарысқа қатысушыларымызды ең үздік адал баға берген үшін әділқазы мүшелерін түсінеміз. Себебі тәрбие орынбасары болу, ол яғни ата-ананың да, ұстазды да, оқушыны да тәрбиелеу, яғни біздің болашақта ұлтжандылыққа, ұлттық тәрбиеге, соның ішінде адамгершілікке, ең басты адами қасиетке тәрбиелеу сіздердің ең басты міндеттеріңізге жатқызылған. Сол себептен де біздің болашақта Қазақстан еліміздің тәуелсіздігін мәңгілік сақтап қалатын ұрпақтарды тәрбиелеу сіздердің қолдарыңызда. Әрине біздің жұмысымыз бүгін ғана нәтижесі шықпайды, біздің барлық істеп жатқан жұмысымыздың нәтижесі 11 жылдан кейін ғана шығады. Яғни қоғамға қызмет ететін, ұлт тәрбиелейтін, тұлға тәрбиелеп шығару біздің басты күнделікті қызметімізге. Оның барлығы түгел ең бірінші адами қасиеттен басталады. Яғни ең басты біздің міндетіміз ол біздің қазіргі таңда қай тілде оқыса да сол ұрпақтың бойындағы ділді сақтап қалу болып табылады. Ал енді вожатый мамандығына келетін болсақ, вожатый мамандығы бұл оқушының ең жақын досы, күнделікті бірге күлетін, бірге сырын шашатын, бала болып бірге ойнайтын ең қызықты мамандықтың бірі, қызметтің бірі деп айтуға болады. Сондықтан да вожатый мамандығымыз бәріміз де вожатый болып өскенбіз. Сол себептен вожатый мамандығы сіз баланың қалай жақсы көріп тұрғаныңызды, сіздің қалай оны қабылдап тұрғаныңызды оқушы барлығын түгел сезе біледі. Сондықтан да сіздердің осындай қызықты да қиындығы мол жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Осындай жарысқа өздеріңіздің бақтарыңызды сынап, бұнда тек қана жарыста міндетті түрде орын алу емес, сонымен қатар өзіңіздің істеп жатқан ісіңізге қайтадан бір жылға қайтарылып есеп берумен бірдей болады. Сондықтан да үлкен алғыс білдіреміз. Енді осы жалпы біздің қазіргі таңда мемлекетіміз тәрбие орынбасарларына қазір бірінші деңгейлі, екінші деңгейлі, үшінші деңгейлі категория санатын беріп жатыр. Бұл да сіздердің мамандықтарыңызға деген мотивацияның бір түрі деп айтылады. Яғни сіздердің жалақыларыңызға 100%-ға дейін жалақы қосылу да, ол да мемлекеттің, жаңа біздің салиқалы саясаттың бір бағыты. Сонымен қатар вожатый мамандықта өздеріңіздің мамандықтарыңыз бойынша санатқа тапсырып, яғни сіздер де қосымша үстеме ақы алуларыңызға да болады. Сондықтан да бізде мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалғаннан кейін бізде тап сондай мақсатта кері жауабымызды беруіміз керек, яғни мемлекетімізге қызмет етуіміз керек деп айтқым келеді. Енді ең бастысы осы жарысты ұйымдастырған, жаңа қабылдаған осы оқушылар, Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайына үлкен алғыс білдіргім келеді, ұжымына және де сіздерді қолдаған ата-аналарыңызға, оқушыларыңызға сәттілік тілеймін деп айтқым келеді. Жеңістеріңіз құтты болсын. Бұл жеңіс тек қана бастамасы болсын. Әлі де талай биылғы оқу жылында үздік педагогтар, мысалы қосымша білім беру педагогы қаладан шығып, 3 педагог шығып, республикадан қосымша педагог, үздік педагог атанды. Ол да тәрбие жұмысына салынған үлкен бір бағыттың, яғни бір көңіл бөлушіліктің бір түрі деп айтуға. Сондықтан да өздеріңіздің жұмыстарыңызды әрі қарай дамыту әрбір адамның өзінің қолында деп айтқым келеді. Рахмет. Жаңғырту орталығының ұйымдастыруымен ең үздік тәрбие жұмысының орынбасары атты қалалық байқаудың жоғары деңгейде өтуіне атсалысқаныңыз үшін Әділқазылар алқасына алғыс білдіреді және білім беру жаңғырту орталығына алғыс хатымен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Кеніштайұлы, Ыбырай Алтынсарин, Ұлттық білім академиясының ғылыми алғыс хатымен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Садвакасова Динара Тайбасарына, Жасылан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының төрайымы. Асқар Қошанат, бүгінгі
ең үздік тәрбие жұмысының орынбасары байқаудың жеңімпаздарын марапаттау рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Приступим к награждению победителей сегодняшнего конкурса ең үздік тәрбие жұмысының орынбасары. На сцену для награждения приглашаем Тажилова Бахатжана Рахимгалиевича, руководителя и продюсера современной вокальной школы Достар города Нур-Султан. И на сцену приглашаются участники. Кымбатты достар, добрый день, уважаемые участники этого замечательного мероприятия, этого значимого мероприятия, когда проводятся два конкурса и среди вожатых, и когда проводятся два конкурса среди педагогов такого высшего полета, можно сказать, высшего мастерства. Да. Для меня понятие педагог очень святое понятие, священное понятие. Я одинаково с восхищением, уважением отношусь как к педагогам маститым, потому что они выполняют огромные задачи. Также я с большим уважением отношусь к педагогам ответственную миссию. И перед ними лежит огромный путь, когда они будут давать не только свои знания, но, возможно, частичку своей жизни. Сейчас было сказано очень замечательное слово. Сегодня подводится итог. Но результат мы увидим через 11 лет. Я действительно задумался. Сегодня не просто мы подводим итог, да? Но результат вот этой всей работы мы увидим через 11 лет. Болса дала барамыз, сондықтан бұл да бір шабылған белгісі шығар. Барған жерімізге бір сыймен баратын. Сондықтан өз атымыздан бір-екі жобаға сондай бір үлесіміз болсын деп мы учредили приз. У нас в городе есть такой замечательный город профессии Китбург. Это где дети приобретают профессии в молодом возрасте, в детском возрасте. Они начинают жить настоящей жизнью. И вот буквально недавно, это символично, наверное, да, буквально недавно у нас открылась игротека «Эко-Колдау». Сейчас мы все четко понимаем, насколько бедственная ситуация с экологией. И когда я увидел эти проекты, я не знаю, я не смог просто, как гражданин, как житель планеты Земля, не мог просто пройти, когда педагоги пропагандируют такое высшее понятие, как чистота экологии, здоровье нашей планеты. И мы решили учредить такой замечательный приз. Этот сертификат позволяет 10 вашим детям во главе с вами вместе, конечно, активистам прийти к нам в игротеку и весь день побыть в этой игротеке, весь день отдохнуть в этом киборге, позаниматься профессиями, не только эко-колдау, но и другими профессиями. И я думаю, это будет замечательное поощрение тем активистам, которые занимаются в этом проекте, связанном с эко-колдау. Итак, позвольте. Школа номер 40, школа-лицей. Жудас Конашевни. Когда придете, я сам лично проведу вам экскурсию, я встречу вас с вашими детьми, мы познакомимся, там еще пообщаемся. Огромное спасибо за такую трогательную тему. И еще сертификат. Я веду курсы по презентационной грамотности, техника речи, ораторское мастерство. И не мог обойти, конечно же, самых лучших. По моему рейтингу, но когда дело касается заучи, наверное, таких заместителей директоров по воспитательной работе, это уже не Булат, это уже океан. Поэтому мне хотелось бы вот именно наградить вот таких вот, по моему рейтингу, это самые высшие баллы взяли эти ребята. Бейсековой, Толкун, Батырбай, Казак. Бесплатное обучение на месячном курсе техника речи, ораторское мастерство за высокие результаты в конкурсе. Рахмет, өте керемет. Сыйлық. По моему рейтингу они были одинаковы, у них
одинаковый балл, прям тепетеньки. Искаковой Айман Аскаралиевна. Также месячное посещение курса техника речи ораторского мастерства. Замечательно. Молдова все это играет. Мужчина қалсаңыз болады, біз ары жалғастырамыз. Сертификат табыстау. Ортаға Бортанова Динара Мұхтарқызы, номер 8 мектеп гимназия. Қошеметтеріңізбен шақырамын. Номер 10 мектеп гимназиясы. Қошеметтеріңіз аймаңыздар. Меруерт Тоқтарқызы. Шын жүректен құттықтаймыз. Наталья Юрьевна, қошеметтеріңізді қойып қойыңыздар. Қошемет. Үздік ұлттық жоба и ценным призом наушник награждается Еркін Тюльбакан, директор по воспитательной работе школы гимназии номер 4. Қошеметтеріңіз, аплодисменты. Давайте поддержим. Инновациялық жоба номинациясымен және бағалы сыйлық құлаққа Әбірова Құралай Кенжеболатқызы, номер 59 мектеп лицей директорының тәрбие жұмысының орынбасары марапатталады. На сцену для награждения приглашаем Даулешева Сындар Маратовну. Еніздік тәрбие жұмысының орынбасары Аскарбаева Айгүл Бақытжановна, заместителя по воспитательной работе школы гимназия номер 86 и награждается ценным призом электронная книга. Байқауының екінші орын иегері Акамбаева Сәуле Каменқызы, номер 71 мектеп лицей директорының тәрбие жұмысының орынбасары. Бағалы сыйлық смартфонмен марапатталады. Қошемет. Еще одна кульминация нашего великолепного конкурса. И сейчас мы узнаем, кто станет обладателем гран-при конкурса Еніздік тәрбие жұмысының орынбасары. Лыбылса сахна төріне бас жүлде және сыйлықты табыстау үшін Абырат Сайын ұлттық білім академиясының ғылыми қызметкері, PhD психология ғылымдарының кандидаты, профессоры Сақтағалы Балабек Еніштайұлын ортаға шақырамыз, сіздердің қошеметтеріңізбен. Бүгінгі Еніздік тәрбие жұмысы жөнінде орынбасар мерекесіне келіп отқан барша біздің Нұр-Сұлтан қаласының ұстаздар қауымы, біз Абырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясынан бір-екі ауыз сөз айтып жіберейін енді. Біз осы білім жаңғырту орталығының ұйымдастырған бүгінгі мерекесіне ұсыныс түскеннен кейін барлық осы қанша күн осы конкурстың қатысушыларының барлығының жұмыстарын қарап отырып барлығы шығып жатқан кезде бір таныс адамдар сияқты болып қалып барлығы да. Сонымен бірге біздің қазіргі ұлттық білім академиясында үлкен жұмыстар жасалып жатыр, оның шет-жағасын сіздер де біліп отырсыздар. Сол жұмыстарды қарап отырған кезде үлкен енді бірінен бірі асқан небір жобалар болды.
сол ұлттық білім академиясы әр уақытта сіздерге ашық, дайын. Енді кейде мен көп көрем, көптеген мектептерде осы жобалардың ғылыми кеңесшісі, басшысы болып отырып, сол уақыттаны келіп айтып жатады, бізде ғылыми кеңесші табу қиын, біздің бір авторлық жұмыстарымызға пікір алу қиын деп. Сондықтан да барлықтарыңызға да сіздердің де ұстаздарыңыз бар мектептеріңізде. Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы сіздермен тығыз жұмыс істеуге әр уақытта дайын. Сіздерді қуанышпен қарсы аламыз. Бүгін енді әрине үлкен мереке, шынымен де жаңағы ұрпақ тәрбиесі, ұлт тәрбиесі дейміз ғой. Осы сіздердің ұрпақ тәрбиесіне жасап жатқан жұмыстарыңызды көріп отырып, шынымен де іштегі қуандық. Енді бірінен бірі басы озған аруларымыз қатысты, жігіттерді көріп қаламыз ба деп, енді жігіттер болмады, бірақ сол барлық арулардың жұмыстарын көрдік. Біздің Мағжан Жұмабаев атамыз айтады ғой, алты алаштың басы қосылса, құрметті орын ұстаздық деп. Сондықтан да сіздердің бүгінгі мерекелік іс-шараларыңызға, бүгінгі жүлделі орын алған барлық ұстаздарды шын жүректен құттықтаймын. Қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға береке, өмірлеріңіз бақытты, шат-шадыман болсын. Рахмет. Тамаша, ниеттерге бір қошемет білдіріп қояйық, әрине орындалсын деген ниеттеміз. Бейсекова Толқын Батырбайқызы, номері 66 мектеп-лицей директорының тәрбие жұмысының орынбасары, бағалы сыйлық планшетпен марапатталады. Стоп қошеметтеріңіз. Шын жүректен құттықтаймыз. Толқын Батырбайқызы. Құрметті әріптестер, жеңістеріңіз құтты болсын. Мұлы болса алдарыңызда номер 92 мектеп-лицейінің мұғалімі Серіпхан Еркебұлан орындауда әсемәуен мен жастарға сенемін. Қабыл алыңыздар.
кіші білім емес тәрбие берілу керек деп ұлы ғалым Әбу Насыр әл-Фараби айтқандай, өскелең ұрпаққа үздіксіз тәрбие мен білім беруде еңбек етуде өз үлесін қосып жүрген, сайысымызда тапқырлығымен ұйымдастыру қабілетін көрсеткен ең үздік вожатый байқаудың жеңімпаздарын марапаттау рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Для награждения приглашаем Садвакасову Динара Тайбасаровну, председатель Жаслан. Удостоена сертификатов конкурса «Еністік вожатый». Сайлау Толқын Серікқызы, номер 7-ші мектеп гимназиясының вожатые. Қошеметтеріңіз. Қошеметтеріңіз аямаңыздар. Для награждения на сцену приглашаем Жакупову Айнур Дисембаеву, заместитель председателя Жаслан. Приглашается на сцену обладатель номинации «Креативные вожатые» и награждается ценным призом наушник Телеумбекова Толкун Телеумбековна, вожатый школы-гимназии номер 68. Смен марапаттайды Сүйіндікова Гүлнұр Жанадиловна, номері 85-ші мектеп лицей вожатые. Қошеметтеріңіз. Бағаласы. Обладатель номинации «Шабут» и награждается ценным призом наушником Афанасьева Светлана Сергеевна, вожатая школы-лицея номер 28. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, рұқсат болса сіздерді осы бүгінгі күнмен Динара Тайбасаровнаның атынан құттықтауға рұқсат етіңіздер. Ол кісіге соңғына байланысты тамағы ауырып тұр. Жалпы осы біз ең үздік вожатый себебі осыдан 15 жыл бұрын еңбек жолымды осы тәлімгерліктен бастаған болатынмын. Сондықтан да бұл қызметтің қандай екенін, сіздердің қызметтеріңіздің қандай екенін жақсы білемін. Сонымен қатар қазір Жаслан ұйымында сіздермен тікелей республика бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. Жалпы мектептерде осы балалармен жұмыс атқаратын сіздердің жұмыстарыңыз өте ауқымды, көзге көрінбейді. Сондықтан да бағалап отырған кезде әрине 15 слайдпен 7 минутқа кіргізу мүмкін емес. Сіздер күніне бір күннің ішінде өте үлкен ауқымды шаралар өткізіп жатасыздар. Сондықтан да сіздердің осы біздің балаларымызға сіңіріп жатқан еңбектеріңіз жемісті болсын. Сіздерге зор алғысымды білдіремін. Рахмет. Бәрекелді айтылған сізге көп рахмет. Шамат Рахымжан, заместитель директора, оператор РОК города Нур-Султан. Приглашается на сцену обладатель 3-го места конкурса «Еністік вожатый» и награждается ценным призом наушником Жанайдарова Ахмарал Муратовна, школа-гимназия номер 86. 86-ші мектеп лицей Қошемет. Бәрекелді көп рахмет. Шынжықтан құттықтаймыз жеңімпаздарды. Олай болса келесі сахна төріне номинацияның және сыйлықты табыстау үшін Жаслан бірыңғай балаларының жасөспірімдер ұйымының төрайымы Садвакасова Динара Тайбасаровны ортаға шақырамыз. Сіздердің ыстық қошеметтеріңізбен. Ең үздік вожатый байқауының 2-ші орын иегері Елебаева Гүлбақыт Айтаровна, номер 6-ші мектеп гимназиясының вожатый және бағалы сыйлық электронды кітап. Для награждения на сцену приглашаем Довешева Сундар Маратовну, заместитель директора Центра модернизации образования. Итак, на сцену приглашается обладатель 1-го места в конкурсе «Еністік вожатый» Қуанышбаева Назерке Алмазқызы, школа-гимназия номер 87 и награждается ценным призом «Электронная книга». Аплодисменты. Шынжыректі құттықтаймыз, ыстық қошеметтеріңіз аямаңыздар. Еще одна кульминация нашего великолепного конкурса. И сейчас мы узнаем, кто станет обладателем гран-при конкурса «Еністік вожатый». Ал марапаттау үшін ортаға Жаслан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының төрайымы Садвакасова Динара Тайбасаровны қайтадан ортаға шақырамыз. Сіздердің ыстық қошемет. Бас жүлде иегері
Номері 76 мектеп лицейінің вожатайы Аяулық Лаукенқызы марапатталады және арнайы сыйлық планшет. Қошеметтеріңіз номер 76 мектеп лицейі. Құрметті әріптестер, жеңістеріңіз құтты болсын. Екінші ортада дәл осы жеңістердің арқасында Нұржан Селектің номері 40 орта мектебінің вожатайы Ескендір Қасымғалиевтің әні «Көк тудың желбіреген» әні қабыл алыңыздар. Нұржан Серік, ыстық қошеметтеріңіз. Және құрметті өз мәресіне жеткен сайысымыздың жеңімпаздарын құттықтай отырып, еңбектеріңіз жанып, еліміздің ертеңгі болашағын нық аяқтан тұрғызу. Исследованиям в области образования и культуры. До новых встреч! Ендеше, құрметті достар, барлық жеңімпаздарды біздер ортаға шақырғымыз келді. Бүгінгі жеңімпаздар және әділқазы мүшелерімен әрине үлкен бір жалпы суретке түсіп алсақ деген жақсы бір дәстүрді жалғастырғымыз келеді. Ортаға барлық жеңімпаздар. Шәкірт қия
үшін, шәкіртің үшін, атырған таңдарың үшін. Одинаково любили, любовь свою всем поровну деля. За то, что вы из нас людей лепили, спасибо вам, учителя. И не было добрее вас и строже, когда нам открывали мир с нуля. За то, что мы на вас чуть-чуть похожи, спасибо вам, учителя. Спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам, учителя. Спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам, учителя. Тревожили мы всех вас понемногу, порою зля, порою веселя. За то, что проводили нас дорогу, спасибо вам, учителя. За вечную таблицу умножения, за то, что нам подарена земля, за то, что все мы ваше продолжение. Спасибо вам, учителя. Спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам, учителя. Спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам, учителя. Спасибо вам, учителя. Спасибо вам, учителя.
тәлім үйрендім, әнін үйрендім, бәрін үйрендім. Өнердегі аласармас асқар тауым сенен алғанымда көп, аларымда көп, арманымда көп. Өнердегі бағыттасың, шабыттанып шарықтасын, қанат қағып қалықтасын, енді балаң. Әндеріңді сүйіп келген, алғыс алсаң сүйіктелден, сен көрінсең биіктерден, мен қуанам. Айналайын шәкіртім ай менің, өнердегі ізімнен ерген, сый құрметіңді жүзіңнен көрген. Өмір теңіз өнердегі айдыныңда, ұлым аялдамағын еңбектің елден. Аянба барып, шын өнерді сезеделім, өнерпаздар саз өлеңін, ел алдында өз өнерін дәлелдейді. Сіздер барда, ән шырқайтын біздер барда, қазақтайым ізгел барда, ән өлмейді. Өнерпаздар саз өлеңін, ел алдында өз өнерін дәлелдейді. Ән тыңдайтын сіздер барда, ән шырқайтын біздер барда, қазақтайын ізгел барда,